Сәлем достар, қош келдіңіздер. Сіздерге пайдалы болады деген мақсатпен сіздерге осы 3 тегін сабақты дайындап қойдық. Дәл осы сабақты соңына дейін көретін болсаңыздар, келесі сабақты қалай көретіндеріңізді сіздерге айтатын боламыз. Және бұл сабақта не айтамыз? Бірінші, өтпей тұрған товарыңыздың жауабын табасыз. Неше таппай жүрген болсаңыз, нешеңізді табасыз. Ішкі жарнама жібере алмай жүрген болсаңыз, онда шешімін табасыз. Бұл сабақ Вальберсте менің жолым неге болмай жүр деген адамдарға арналады жалпы. Бізге көптен көп келетін сұрақтардың бірі, Вальберсте менің товарым тоқтап қалды, заказ болмай жатыр, я болмаса Россияның ішінде мысалға бір көтеріліс болды ғой, соның кері әсері болып жатыр, қорқыныш өздерінде жалпы Вальберсте заказ болмай жатыр деп ойлайды екен. Ал негізі кез келген затта адамдардың кері жауабы болады. Мысалға өзіміздің Қазақстанда алатын болса, карантин кезінде адамдар не істеді? Карантин кезінде адамдар продуктына 10 есе көбірек сатып алды. Ертең продукт таусылып қалатын сияқты. Ол жерде халық жәбір шегумен бизнесмен пайдасын тапты. Дәл осы ситуация Қазақстанда екінші рет қайталанды 2023 жылдың басында. Ол қалай қайталанды? Бізде қант таусылып жатыр деген кезде халықта сұраныс 2 есеге емес 10 есеге артып, адамдар үйіне қаптап сатып алды. Дәл осы секілді Россияда да кешегіде көтеріліс болды деген кезде, олар россиялықтар біздің продажамызды 10 есеге көтерді. Ал сіз қорқып, сол кезде заказыңызды сата алмадыңыз. Товарыңызды жөнделіп, ары қарай сата алмадыңыз. Осындай қорқыныштарыңызды жеңіп, біз берген келесі сабақтар көру арқылы сіз өзіңіздің товарыңызды 2 есеге, 3 есеге арттырып сата аласыз. Жалпы Вальберспен айналысатын адамдардың басты қағида бар, бір формула. Бұл формуланы мен өзім пайдаланғанмын. Қай кезде пайдаландым? Менде товар өтпей қалған кезде. Өйткені осы формуланы білмеген кезде менде товар бірін кетін сауда болған жоқ. Ал ізденіп осы формуланы тапқан кезімде менде кәдімгідей продажа болды. Неге деген сұрақ? Өйткені біз алған білімімізден 10% ғана өзімізге аламыз, және әрекет өзімізден 10% әрекет. Ал нәтижені өзімізге қойған уақытта бізде заказ болмайды, және әрекетіміз дұрыс болмайды. Бұл жерде 10% әрекет, 10% біліміңіз, және 80% бұл жерде менің түсінгенім сенімділік. Сіз өзіңіздің салған товарыңызға өзіңіз сенім артпасаңыз, ол товарда заказ келмейді. Біз адамдарымызға, өзімізге келген оқушыларға осы сенімділіктің жолдарын үйрететін боламыз. Және әрбір шәкіртімізбен жеке осы мәселені шешу арқылы олардың заказдарын көбейтіп жатырмыз. Біз сіздер үшін астыңда 2 тегін сабақ дайындап қойдық. Ол жерде сіздер ниша қалай таңдайсыздар, және соның формулаларымен және ішкі жарнаманы сабақтарын толыққанды көрсетіп қойдық. Сізде сол арқылы да сізде продажа болады. Ал егер сонымен де сіз ары қарай заказ жібере алмайтын болсаңыз, онда менің курсыма келіңіз. Мен сізбен жаңағы айтқандай 80% сенімділікпен жұмыс жасаудың құпия сырларын үйрететін боламын. Төмендегі 2 сабақты қалай көресіздер? Төмендегі сілтемені басасыздар, және сол жерге құпия сөз жазасыздар. Садунур деп құпия сөз жазатын болсаңыздар, келесі 2 тегін сабақ сіздер үшін берілетін болады. Сау, сәлеметте болыңыздар.